Сәлем достар, бүгін сіздермен жазу процесін қалай қалыптастыру жайлы әдістемемен бөліскім келеді. Сіздер English файлдың бірінші файлды толық ABC'ді бітірдіңіздер. Енді ол жерде мен сіздерге қазақша сөйлемдердің аудармасымен бірге жаңа сөздердің списогін берген. Ол жерде шамалы 550 сөздей бар. Бірінші файл бойынша. Өйткені сіз нөлден үйреніп жатқандықтан сіздер үшін бәрі сөздер жаңа болып тұрады. Енді сіз үйден күніне 5 минут сол сөздерді қайталап шыққаннан кейін бәрін жауып тастап, еш нәрсеге қарамай, осылай ақпаратты алып дәптердің бетіне 5 минут будильникті қойып, 5 минуттың ішінде қандай сөйлем есіңізде бар, бастап осылай жазып, мен сияқты жазып көріңіз. Сол кезде сіз жазып жатқан кезде неше түрлі бірден есіңізге түседі, кейбір ситуациялар бірден есіңізге түсіп жазасыз, кейбіреуін жаза алмай қаласыз. Ол кезде қорықпайсыз. Жаңағы қандай сөйлем есіңізге түсіп, сразу оны жазуға тырысыңыз. Сол сөздің мүмкін толық сөздің жазылуын есіңізде жоқ шығар, қате жіберуіңіз мүмкін, әріптерін ұмытып қалуыңыз мүмкін, бірақ шамалы нобайын жасап жазыңыз. Қателесіп кеттіңіз бе, мына мен сияқты сызып тастайсыз да, қайтадан мысалы мен 10-шы сөйлем деп қайтадан жазып жатырмын, өстіп қайтадан жазып шығыңыз. Сонда контенттің сөз емес жеке контенттің барысында бір сөйлем ойды білдіретін, контент деп айтқанымыз. Соның желісінде осылай сөйлем түрінде жазсаңыз, сіз сөзді қалай жаттағаныңызды білмей қаласыз. Мысалы, мына жерде мен 5 минутқа жаңа уақытпен есептегенде шамалы 90 сөзді жазып шықтым. Сонда күнде сіз 5 минуттан осылай қайталап отырсаңыз, сол шамалы 550 сөзді қалай жазып жаттап алғаныңыз өзіңіз білмей қаласыз. Бұл ақырындап сіздің болашақта IELTS тапсыруға, басқа да эссе жазуға сізге үлкен көмегін береді. Сұрақтарыңыз болса айтыңыз, жауап беремін. Видеоны толық қарағаныңызға рахмет.